24 кезет арнасындағы бағдарламалар қатарын толық мәлімет жалғастырады, армысыздар. Болгарияда вампирдің қабірін тапты. Созополь қаласының маңындағы орта ғасырлық қорымдық қазу жұмыстарының кезінде ер және әйел адамның екі сүлдесі табылған. Олардың төстеріне ұшталған темірлер қадалып тұрды. Дәл осындай тәсілмен орта ғасырда адамдар тіпті бейітте жатып та зиянын тигізетін жыртқыш өлілерден қорғануға тырысқан. Бұл жолда вампир қатардағы қанішер болмаған. Жерленген уақыт пен орын арқылы ол Созопольдің қала басшысы және бір жағынан әйгілі қарақшы болған Кривичтің қабірі екені анықталды. Вампирлер арасында бола ма, әлде бұл адамдардың қиялынан туындаған бейне ме? Осыны толық мәліметтің бүгінгі шығарылымда анықтауға тырысамыз. Біздің заманымызда вампирлер туралы қорқынышты оқиғамен ешкімді қорқыта алмайсың. Құбылғыш бейне сөзінің мағынасы көптен бері өзгеріп, өмір салтына еніп кетті. Және оны түнгі уақытта бейбіт қала тұрғындарының қанын сорып тамақтану үшін шығатын қанішерлермен ешқалай байланыстырмайды. Қазіргі кезде бірінен соң бірі вампирлер туралы көркем фильмдер шығуда. Және онда олар басты рөлді ғана сомдап қоймай, кейде жағымды кейіпкер ретінде ұсынылып жататын кездер болады. Алайда барлығы да дәл осылай болмаған. Бір кездері вампирлерді қоғам адамдарға үлкен қауіп төндіретін шынайылықтың бір бөлігі деп қабылдаған. Созопольда табылған жаңалық Балкан славяндары, сонымен қатар орталық және шығыс Еуропа бүкіл әлемге жаппай дүрлігу үлгісінде тараған вампирлер туралы аңызды шығарушы болғанын тағы бір растайды. Қолға түсе қоймайтын қанішерлерді тіпті мемлекеттік деңгейде де аулаған болатын. Тірі адамдарды өлілерден қорғауға бағытталған заңдар шығарылды. Барлық заманда әйгілі болып келе жатқан вампир ол әрине Влад III Цепеш. Оны барлығыда граф Дракула деген атпен жақсы таниды. Тірі кезінде абыройынан жұрдай болған Дракула немесе румын тілінен аударғанда Айдахардың баласы қай жерде жерленгені де белгісіз. Влад Цепештің жерленген жерін оның туысқандары бірнеше ғасырлар бойы өлі графтан ақысын алғысы келгендер таусылғанға дейін құпияда сақтап келген. Егер шығыс Еуропада өлген қанішерлердің көкірегіне найза немесе темір қада қадайтын болса, ескі әлемнің басқа бөліктерінде қанішер болуы мүмкін дегендердің аузына тас толтырған. Оны ирландиялық және италиялық археологтардың қазба жұмыстары растайды. Бір жыл бұрын Британия аралында ауыздарына үлкен қара тас салынған екі ер адамның сүйегі табылды. Ал 2014 жылы Флоренцияның археологтары аузына кірпішке ұқсайтын зат салынған әйел адамның жерленген жерін тапты. Несін айтамыз, вампиризм тақырыбы орта ғасырларда өте өзекті тақырып болған. Ал бұл мәселеге деген қатынас өте байсалды қалыпта қабылданған. Бірақ қоғамға ұнамаған адамның қанішер болған-болмағаны туралы айыптаулардың қандай дәлелі болған? Барлығымыз білетіндей, сол замандарда ең әдемі әйелдерді көбіне іштарлықтың кесірінен мыстандар деп атап, оларды өртейтін болған. Сол кездегі мыстандарды аулаудың салдары барлығы да біледі. Тартымды әйелдердің тапшылығын Еуропа әлі күнге дейін сезінуде. Антропологтардың ойынша вампирлер туралы аңыздар Еуропада 14 ғасырдан 18 ғасырға дейін өршіп тұрған оба індетімен тікелей байланысты. Мәселе мынада, обадан қайтыс болғандар әдеттегідей қалыпты адырамайды. Ашылған бейіттерден шаштары әлі де өсіп жатқан қампайған денелерді тапқан адамдар, олар әлі де тірі екен деп ойлайды. Бұл дегеніміз қарапайым білімсіздік тірі адамдардың қанын соратындар туралы аңыздың пайда болуына себеп болған. Алайда вампирлерге әлі күнге дейін сенетіндер бар. 20 ғасырдың 70 жылдары ағылшын ақпарат құралдары Лондон бейіттерінің бірінде адам аулап жүрген қанішер туралы сыбысты белсенді түрде таратқан болатын. 2003 жылдың басында вампирлердің шабуыл туралы дүрлігу африкалық Малави елінде тарап кетті. Жиын топ бір адамды тас лақтырып өлтірді және 4 адамға шабуыл жасаған. Оған қоса үкімет вампирлермен сөз байланысқан деген күдікке сүйене отырып, губернатор Эрик Чиваяға да тап берген. Бір жылдан кейін Румынияда Том Петре есімді адамның туысқандары оны вампир болып кетті деп қорыққан. Ол қайтыс болғаннан кейін оның мүрдесін шығарып, жүрегін суырып алғанда оны өртеп, суға араластырып, артынша оны ішіп қойған. Дүлей күштің бары туралы тіпті ғылыми ортада да әңгімелей бастады. Докторлық дәрежесі бар америкалық физик-математик Костас Эфтимиу вампирлердің тамақтану ерекшеліктерін әшкерелейтін мақала жариялап, егер оның әрбір тамақтанғаны тағы бір қанішерді тудыратын болса, жер бетіндегі тұрғындардың барлығы құбылғыш бейнелерден тұруы мүмкіндігі тек уақыттың еншісінде екенін мәлімдейді. Дегенмен дәл сол Костас Эфтимиу вампирлер бір-бірін қырып тастауы мүмкін екенін айтады. Осыған сенейік. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын ғаламтордағы біздің аккаунттарымыздан тауып, сол жерде талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.